Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында жасалатын керемет нәтиже беретін, бетіңізді ағартатын, лифтинг эффект беретін және де бетіңізге шыққан майда қарадақтарды, аяқ ауыр кезде шығатын қарадақтарды, күнге күйген беттерді оңай ағартатын маска жасап көрсетемін. Видеомды соңына дейін қарап, қолдап жіберсеңіздер. Бұл масканы жасасаңыздар еш өкінбейсіздер, нәтижесі 100%. Сондықтан менімен бірге болыңыздар. Біздерге ол үшін 2 штук аспирин қажет болады. Аспиринді кез келген аптекалардан таба аласыздар. Және де осы аспиринді жақсылап қасықтың көмегімен уақтап аламыз. Міне жақсылап ұсақтап алдық. Енді осы аспириніміздің үстіне бір жұмыртқаның сарысын саламыз. Енді осы жұмыртқамыздың сарысының үстіне кез келген асханамыздан табылатын 1 шай қасық ас содасы қажет болады. Енді 3 массаны жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Бұл масканы жақпастан алдым. Бетімізді міндетті түрде жақсылап жуып тазалап алыңыздар. Сонан соң барып таза бетімізге жағып шығамыз. Және де жаққаннан кейін 20 минутқа қалдырамыз. Сонан соң барып бетімізді жылы сумен жуып, өзіңіздің қолданып жүрген тоник немесе креміңізді жағыңыздар. Осыны 1 ай бойы аптасына 2 рет жасасаңыздар, бетіңізге керемет нәтиже беретін болады. Сондықтан дәл осыны масканы жасап қолданып көріңіздер. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.